анаңды айтады ғой, Меккеге арқалап апарсаң да сен бір күндік берген сүтін өтемейсің деп. Сондықтан кейбірде қызғанып та қызға да қарайтын қасымда бауырлардың телефонында папа деп шығып тұрғандаш. Вот сол маған қызық, қызғанып. Альхамдулилля, шүкір. Кейбір бауырларымның қасында олар маған қызығып қалады. Анашым деген зорлықтарға. Соны айтам да кейбір бауырларыма. Бір күндердің күнінде байланыс аясынан еш жерде болып қалады ғой. Күніне 10 рет звондамасаң да 2 рет звондап тұрсайшы деп айтқым келеді. Маған мына өлең қатты ұнайды. Дүниенің жарық күні анамыз, жарық күннен қуат алған санамыз. Ұлы болсақ ана менен ұлымыз, дана болсақ ана менен данамыз. Өмірге мына бізді ала келген, дүние қымбат екен ана менен. Дүние тәтті екен ғой бала менен. Ана деген өмірімнің мөлдір кәусар бұлағы, ана деген тіршіліктің шұғылалы шуағы, ана деген теңдесі жоқ ұлылық, көз алдымда туған биік тұрады дейді. Жалпы аналарым заман болсын, әкелерім заман болсын, осы кісілерді барында бағалағанға не жетсін. Тұрып сағынып кеттім, бір звондап жіберейінші. Жақсы көретінімді бір білдіріп жіберейін. Алло. Мама? Ау. Сәлем бердік. Бақту. Сен сағындым, мама. Жаным бұтам. Сен жақсы көрем. Мен сені өте жақсы көрем. Жаным, аман бол, мама. Денің сау болсын. Ау, мен жаным. Сен аман болсаң, мен ешқашан ауырмай. Сен аман бол, немерем, десейші. Құдай жаным, аман бол, жақсы. Мен жаным. Мама, жақсы сау бол, мама, жақсы көрем. Ата-анаға Алла Тағала сондай сезім беріп қойғанда баланы жақсы көретін. Ал балаға ата-ананы жақсы көретін сезім бермеген екен де. Өзің баласың ғой. Өзің ата-ана боласың да, сол датчик ата-ана болғанда қалыптасатын сияқты да, туғанда емес ше. Соған таң қалам да. Аллахтың құдіреті осы